Петропавлда жасыл ел жасақтары кезекті 11-ші еңбек маусымын аяқтады. Биыл студенттік отрядтарда 400-ге жуық студент жұмыс істеді. Жастар жазғы демалыс уақытында облыстың орман алқаптарында еңбек етіп, елімізді көркейтуге сүбелі үлес қосты. Жасыл ел еңбек жасағы 2005 жылы елбасы жарлығымен құрылды. Содан бері әр жыл сайын жастар орман алқаптарында тазалық орнатып, қаланы абаттандыруға сүбелі үлес қосып келеді. Биыл облысымызда бұл іске 400-ге жуық студент жұмылдырылды. Самое интересное то, что ребятам... Жаздың 2 айында облысымыздың студенттері еңбек етті. Жастардың еңбектері бағаланып, оларға 40 мың теңге шамасында жалақы төленді. Биыл жасақтың қатары артты. Былтырғы жылға қарағанда осы жылы жастар саны едәуір көп болды. Жасыл ел жасағының кезекті маусымы жабылды. Биыл облыс бюджетінен жасыл ел жасағында еңбек етіп жүргендерге жалақы төлеу үшін 9,5 миллион теңге бөлінген болатын. Салтанатты шара барысында бірқатар студент пен жұмысшы берушілерге бағалы сыйлықтар мен грамоталар табысталды. Олардың қатарында белсенді жастар Нағым Рақымжанов пен Наталья Нохрина да бар. Осы мамлеткада жұмыс істедік негізі. Сонда жазғы демалыста жай өткізбей, енді кішкене ақша болса да кішкене ақша алдық. Осы отрядта уже 2-ші жыл істеп жүрмін. 1-ші жыл Назарбаев мектепте жұмыс істедік, сосын мамлеткада жұмыс істедік. Проработала я 2 месяца. Жаз бойы орманда еңбек еттім, уақытымды тиімді өткіздім деуге болады. Ақша тауып жаңа достар кездестірдім. Шара барысында үздік еңбек жасақтары да марапатталды. Кейін салтанатты жиын концерттік бағдарламаға ұласты. Аманжол Нұртазин, Юрий Исқағов, ақпарат.